Қолымдағы дрон DJI Mavic Air 2S. Қазір сізге осы дрон жайлы қысқа нұсқа ақпарат беріп кетемін. Ең ұзақ ұшу қашықтығы коробкасында 8 км деп берілген, бірақ өзім жалпы степті ешқандай здания жоқ жерлерде 4 км дейін ұштым. Ал қалалы жерлерде 1-2 км. Негізі бұл ара қашықтық бізге жеткілікті, себебі естеріңізде болсын, егер дрон ұшырсаңыздар, барынша көз алдыларыңызда ұстауға тырысыңыздар. Себебі осы қателіктің кесірінен өзім 2 дроннан айырылып қалған болатын. Сондықтан ара қашықтық көпке жібермеңіздер. Және 4К 60 түсіреді, таймлапс 8К түсіреді. Матрицасы R2-ге қарағанда кішкене дөбірек, сондықтан цветопередачасы және түнгі съемкасы кішкене болса жақсырақ. Батарейкасы 25 минутқа дейін шыдайды. Желді кездерде 10-15 минут, қыста да қатты суық болса 15-18 минутқа ғана шыдайды. Ал бірақ та интернетте 35-30 минутқа шейін жетеді деп жазылған. Енді жалпы бұл модель өте жақсы. Ұшқанда да жалпы жеңіл. Осылай ғана кішкентай көп жинала қалады. Осылай ғана жинала қалады, және де әрбір жерге алып кете берсеңіздер болады. Ішінде түрлі автоматтық настройкалар бар. Жалпы сіз профессионал болмасаңыз да, сіздер сол арқылы өзіңізде күшті видеолар жасасаңыздар болады. Және батарейкасы да мықты, жалпы айтқандай ара қашықтықты жақсы кетеді. Связь жоғалса міндетті түрде өзі қайтып келеді. Жалпы DJI-дің сол жақсы жері, егер де дронмен связь жоғалса, өзі автомат түрде ұшқан жеріне қайтып келеді. Және де DJI-да связь, видео барлығы өте жақсы дамыған. Айтарым, алуға әбден кеңес беремін. Mavic Air 2 және 2S моделіне. 2S айырмашылығы бұл түнгі уақыттарда 2-ге қарағанда кішкене жақсырақ түсіреді. Сондықтан енді таңдау өзіңізде. Жалпы алсаңыздар, комбо комплект алыңыздар. Себебі комбо комплектте қоса тағы да 2 батарейка беріледі, сумка, жалпы пропеллерлар, сондай жақсы жерлер бар. Және де комбо кішкене арзанырақ түседі. Егер сіздер бір батарейкасын алатын болсаңыз, бір батарейкасы шамамен 70 мың теңге. Егер комбомен бірге алатын болсаңыз, сізге 2 батарейка, жалпы жаңа сумка барлығы 120 мың теңгеге айналады. Ол әрине үнемді, және де сізге қалтаңызға да тиімді. Сол, бұл қазақша техноблог. Арнаға жазылып қойыңыздар. Әлі де алда талай пайдалы ақпараттар болады. Тек қана дрон емес, камералар, компьютерлер, сол сияқты смартфондар жайлы де талай пайдалы ақпарат болады. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Данияр.